Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазіргі заманауи технологиялар. Сабақты көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Заманауи технологиялар туралы не білесің? Осы сұраққа бірге жауап берейік. Заманауи технологиялар. Заманауи технологиялар бұл өнімдерді, қызметтерді және жүйелерді құру, дамыту және жақсарту үшін қолданылатын құралдар, әдістер, процестер мен білімдердің жиынтығы. Олар ақпараттық технологиялар, биотехнология, энергетика, медицина, көлік өндіріс, білім беру және тағы да басқа салаларды қамтиды. Үшінші тапсырма. Кестедегі сөйлемдерді порталасыңмен бірге талқылап, сызықшаның қойылуы, дұрыс, бұрыстығын тексер. 4 жерде 4, 16. Бұрыс. Жақсы, ісімен жақсы. Дұрыс. Кәсіпкерлік бүгінгі күн талабы. Бұрыс. Бұл Алматы пойыз кестесі. Бұрыс. Сенің асыл арманың адам болу. Бұрыс. Білім таусылмайтын кен. Дұрыс. Тау дегеніміз аңның мекені. Бұрыс. 4-ші тапсырма. Өлеңді оқы. Адам қиялының ғылыми жаңалыққа айналуын мәтіндегі оймен сәйкестендіріп дәлелде. Үлгі. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғысты. Бұл ұялы телефон. 1. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Транспорттар, көліктер. 2. Адамды құстай ұшырды. Ұшақ. 3. Теңізде жүзді балықтай дүниені кезді жалықпай. Бұл қайық, кеме. Отынсыз тамақ пісірді. Газ, пеш. 5-ші тапсырма. Ақпарат құралдарынан қазіргі ғылым мен технология жетістіктері туралы деректер тауып, көтерілген мәселені анықтау үшін 2 нақтылау сұрағын құрастыр. Сұрақтарға жауап жаз. Тыныс белгілерін дұрыс қой. 1-ші сұрақ. Қазіргі таңдағы ғылым мен технологияның басты жетістігі не деп ойлайсың? Жауап. Менің ойымша, қазіргі таңдағы ең маңызды жетістіктердің бірі ол жасанды интеллект. Оның көмегімен барлығын жасауға болады. Мысалы, сурет салуға, өлең жазуға, музыка жазуға болады. Тіпті фотосурет жасай аламыз. 2-ші сұрақ. Ғылым мен технологиялардың адам өмірінде алатын орны қандай? Жауап. Ғылым мен технология адамдардың өмірін жеңілдетіп, жайлы етеді. Ғылым мен технология уақыт пен ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ғылым мен технология білім беру саласын дамытуға көмектеседі. 6-ші тапсырма. Бүгінгі отандық ғылым жаңалықтары туралы сызықшаны пайдаланып 4 сөйлем жаз. Отандық ғылым жаңалықтары дегеніміз Қазақстанның ғылым жаңалықтары. Елімізде күн сайын жаңа ғылыми жаңалықтар ашылуда. Бұл дегеніміз көптеген роботтар, жасанды интеллект, гендік технологиялар, жаңа дәрі-дәрмектер және тағы да басқа пайдалы заттар ойлап табылуда. 7-ші тапсырма. Қазақстан ғалымдары тақырыбына биылғы жылы мерейтойы болатын көрнекті ғалымдардың біреуіне құттықтау хат жаз. Тыныс белгілерінің дұрыс қойылуын қадағала. Құрметті Санжар Сейтжафарұлы Асфендияров, сізді осы жылғы мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге алғысымыз шексіз. Сіз Қазақстанның дамуы мен тарихына өте үлкен үлес қостыңыз. Сіз Қазақстан тарихының күрделі мәселелерін зерттеген белгілі ғалым болдыңыз. Қазақстан тарихы жөніндегі көптеген жұмыстың авторысыз. Сондай-ақ, қабілетті зерттеуші, филолог және жазушы болып керемет қызмет атқардыңыз. Сізге тек жақсылық тілеп, алғысымызды білдіреміз. 8-ші тапсырма. Берілген суреттер бойынша диалог құрыңдар. Онда технология, ғылым, нанотехнология, биотехнология сияқты терминдер қолданылуы керек. Тыныс белгілерінің қойылуына назар аударыңдар. Төмендегі қосымша мәліметті пайдаланыңдар. 8-ші тапсырма. Диалог. Арман, сен биотехнология туралы не білесің? Айтып бере аласың ба? Биотехнология дегеніміз адамның қатысуымен тірі ағзаларда биологиялық процестерді жүргізу барысында жаңа өнім алу. Ғажап! Ал ол қандай салаларда қолданылады? Биотехнология негізінен фармакология, ауыл шаруашылығы және қоршаған орта саласында қолданылады. Неткен керемет! Дана, сен нанотехнология туралы айтып бере аласың ба? Әрине, Арман. Нанотехнология дегеніміз адамның көзіне көрінбейтін майда бөлшектерді белгілі бір ретке келтіре отырып, әлде бір құрылымды жасап шығару. Жақсы, Дана, мен қазіргі таңда ғылым өте қатты дамып жатыр деп ойлаймын.
Иә, Арман, ғылым мен технология 21 ғасырдың басты тақырыбы мен идеясы деп айтсақ та болады. 9-шы тапсырма. Сәйкестендір, айырмашылықтарын тап. Бірінші. Ғылым мен техника дамымаған кездегі тұрмыстық заттарды ата. Екінші. Қазіргі заманғы тұрмыстық техникаларды айтып бер. Үшінші. Оларға салыстырмалы талдау жасап, айырмашылықтарын түсіндір. Үлгі, атарба, мәшине. Бірінші. Ғылым мен техника дамымаған кездегі тұрмыстық заттар: атарба, киіз үй, сыпыртқы, ошақ, құдық. Екінші. Қазіргі заманғы тұрмыстық техникалар: кір жуатын мәшине, кран, шаңсорғыш, пеш, микротолқынды пеш, мәшине және тағы да басқа. Үшінші. Айырмашылықтары: бұрындары адамдар ат арба арқылы көшіп қонған, ал қазір мәшине арқылы жүре алады. Екінші. Баяғы заманда тамақ пісіру үшін ошақты қолданған, ал қазір пеш пен микротолқынды пешпен тез және ыңғайлы тамақ пісіре аламыз. Үшінші. Бұрынғы заманда шаңды сыпыртқымен тазалаған, оған өте көп уақыт пен күш кеткен, ал қазір оны шаңсорғыштың көмегімен өте оңай тазалауға болады. 10-шы тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап беріп, өзара әңгімелесіңдер. Қажетті тыныс белгілерін қойып жазыңдар. Бірінші сұрақ. Ғылыми жаңалықтар қаншалықты маңызды? Қалай ойлайсың? Қазіргі кезде компьютер жаңалық па? Өзіңді компьютерді дұрыс пайдаланып жүрмін деп ойлайсың ба? Алия, сәлем, жағдайың қалай? Сәлем Айша, жақсы, өзің қалайсың? Менде де бәрі жақсы. Алия, мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Ғылыми жаңалықтар қаншалықты маңызды? Қалай ойлайсың? Менің ойымша, ғылыми жаңалықтар өте маңызды. Себебі ғылыми жаңалықтардың нәтижесінде адамзат дамиды. Сонымен қатар, ғылымдағы көптеген жетістіктер адам өмірін жеңілдетуге, жақсартуға арналған. Дұрыс айтасың. Айша, менің де саған қояр сұрағым бар еді. Қазіргі кезде компьютер жаңалық па? Ойыңмен бөлісе кетші. Әрине жаңалық емес. Қазіргі кезде компьютер әрбір үйде бар деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Ал өзің компьютерді дұрыс пайдаланып жүрмін деп ойлайсың ба? Иә, мен компьютерді толығымен дұрыс пайдаланамын. Мысалы, ғаламторға кіріп, көптеген жаңа мақалалар мен ғылымдағы жаңалықтар туралы оқимын. Керемет, сен компьютерді өте дұрыс пайдаланасың. 11-ші тапсырма. Компьютердің пайдасы мен зиянын анықтап, диаграммамен көрсет. Компьютердің пайдасы: үлкен көлемдегі ақпаратты, фотосуреттерді, мәтіндік және аудио файлдарды сақтау. Іскер серіктестермен, достармен, отбасымен қашықтықтан жылдам және ақысыз байланыс. Жұмыс және оқу үшін қажетті ақпаратты жылдам іздеу. Демалыс және ойын-сауық көзі. Компьютердің зияны: құрылғыдан шығарылған сәуле денсаулыққа зиянды. Шамадан тыс қолдану адамның көру қабілетінің бұзылуына әкеліп соғады. Ұйқысыздық және бас ауруы пайда болады. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.